байланысты дальше өзімен өзім тойлап жатқаным бар. Сан-Ремо спортцентр кірдім. Мына жақта аквапарк бар. Жақта аквапарк, бассейн, мына жақта сауналар бар. Енді сауналар 5 түрі саунасы бар екен. Соның ішінде именно казахский бір саунасы бар екен. Вайбы күшті ішінде. Казахский музыка оқып қояды, прямо терме сияқты музыка. И саунада отырасың. Күшті да. И жалпы маған ұнап жатыр. Мен осы бассейнге түскенді жақсы көремін. Бассейнге түсіп кішкене жеңілдеп қаласың. Кәдімгі біраз үстіне негатив кетеді деген сияқты ғой. Қалайсыңдар достар, танысып қойыңдар. Біздің зеленый человек. Және мен. Ойладыңыздар едім, иә. Туған кеше күшті өтті, барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Сол жұмысқа келіп, шашымды жуылдырып, етіп, қазір жақсылап тұрып істетіп, жұмысқа кірісеміз. Аман болайық, сау болайық, күнделікті сәттілік. В общем, осы аптаға жазыламыз, келесі аптаға тоже жазыламыз. Я вас люблю, обожаю. Қайырлы кеш, ағайын бауыр, туыстар, жандарым, алтындарым, уайымдап жазып жатқандарыңызды білем. Біраз уақыт болды, стористарға шықпай, контент, еш нәрсе жүргізбей, жоқ болып кеттім. Барлығының бір себептері бар. Алла қаласа барлығын қолға аламыз. Және ашылып, айтып, сырласып, көз алдарыңызда барлығы жақсы болады деген ниеттеміз. Құдай қаласа кештеріңіз сәтті өтсін, барлығы жақсы. Енемнің мамасының асына келіп қалдық. Көзім деген жас ауырап, мұрным бітеліп, ауырып отырмын. Әлсіз сезініп тұрмын. Сол, сіздер қалайсыздар? Бүгін енді бітіретін шаруаларымыз бар. Кстати, ертең күшті бір жерге барамыз. Күйеуім екеуміз. Қайырлы күн. Шаруалармен келіп едім. Машинадан түсіп қалсам көзім шаңға толып кетті ғой. Сұрақ деген былай. Кеше ұйықтап қалыппын мен. Енді бәрін оқып шығу керек болып тұр. Короче, бұрын қыз бен жігіт болып жүріп жатқан кезде күйеуіме ұрсатынмын ғой, өйтіп мұрныңа шаша берме, ертең жаман әдет болып кетеді деп, бұл айтады мұрның бітеледі деп, жаңа түсінбеймін ғой ондайды. Күйеуге қалай шықтым, ол нәрсе менде де басталды. Қазір мынаусыз, например, екеуміз де өмір сүре без этого прям, білмеймін, невозможно уже. Қазір алып келіп, жаңа үйге ұмытып кеткенбіз ғой екеуміз. Осы жоқ болса біз айқай. Осыған мен де үйреніп кеттім, мұрным кәдімгідей бітеледі, и мынаның барлығы қысылады, короче, басым ауырады, миым ауырады, не могу.